бірге туғандай. Ең бірінші хабарды естітетін де, жақсы хабарды, жаман хабарды естітетін осы көршілер. Сондықтан енді Алланың берген сыйы, осындай көрші берген біз соған рахмет. Осындай араласатын, енді басқа жерлерде енді қалада көршісіне кірмейтін адамдар бар, араласпайтын адамдар бар. Міне жаңа айтып отыр ғой, 7 жыл болды көшіп келгелі. Міне бір-біріміздің қуанышымыздан қалмаймыз, міне тойымыздан қалмаймыз. Осындай үйін берекеден берсін. Енді жаңа ағамыздың құрдастары отыр мына жерде, енді 70-ге толмағанда сіздерге де бұйырсын осындай той. Сіздер де осындай үлкен тойлатып, осындай қуаныштарыңызды осы ағамыз бөлісіп жүре берсін араларыңызда. Осы отырған бәрлеріңізге енді не тілеймін, енді осындай әр шаңырақты осындай той бола берсін. Кешіріңіздер, мен бір ауыз айтып кетейін. Мына жерде келе алмаған көршілеріміз бар. Әрине, әр үйдің өзінің бір себебі болады келе алмаған. Мүмкін жұмыстан кеш қалып қалған шығар. Мүмкін тағы бір нелері болады. Енді осы көршілердің атынан сөйлеп отырған кейін. Енді Құрметті аға тәте, бүгінгі шаңырақтарыңыздағы той құтты болсын. Туған күніңізбен аға, енді ең біріншіден сізге мықты денсаулық тілеймін. Екіншіден, бір әкенің берген тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді ғой. Сіз міне ұрпағыңызға ұлағатты тәрбие беріп, бүгін міне соның нәтижесін көріп отырсыз. Нұрланыңыз бен әселіңіз өздеріңізбен бірге, жандарыңызда немерелеріңіз аталап, апалап жүгіріп жүр. Енді сол шөберенің ата-апа деген естейтін күнге екеуіңіз бірге аман есен жетіңіздер. Біз соның куәгері болып, көршілер жүре берейік. Тек қана жақсылық тілеймін сіздерге. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Моше, сен енді мынандай інілерің тұрғанда мағыттысың, маладес. Айтады ғой, алдың қарба қалай жүрсе, соң қарба солай жүреді деп. Жаңын айтып тұрыз пысық деп, біз енді айтады, Алла тағаладан бала сұрайды. Бала берсең сана бер, сана бермесең емін тауып бала бер деп. Міне, ұлдарына рахмет. Енді әр ауылдың өзінің орны болады, таза болады дейді. Біздің ауыл сондай болған. Мына 70-ге жеткенде бар, жетпегенде бар. Мосан, сіздер молдағай, біз Мосан дейміз. Мосан екеуміз ес білгелі. Көрші, біздің енді ауыл, ұзыншақ қазақи ауыл, 2 шақырым ба, 2 жарым шақырым ба жолдың 2 жағын алады. Сонда ең бірінші ескі ферма дейді. Соңғы мойынша, соңғы магазиннен шешен ауыл дейді. 304 сағат қанат деген ол магазин. Соның кейін жаңа Тырағазы, Тұрсынбек, Секеш, Мосан, Тікеш, Жұман біз. Сонда балағымызда бізді шанаға шегі болатын ағаларымыз. Бәрі де 70-ге жете алмай кетті. Алланың қолында қоймын бәрі. Міне енді Алланың берген құдіреті не жетіп, осыған жекен бір Алланың қолындамыз. Аллаға тәуба қылыңда бір шүкір. Еңбек дегенде Мосан екеуміз бұл енді біздің заман басқа заман болды. Ойын жоқ. Көктем болады, қырдың басына кепе құямыз. Одан үйін болады, мал кетеді, тезек береміз. Қайда күзге дейін дайындайсың. Одан қамыс шығамыз, қыста қамыс шағамыз. Содан өске міне Мосаның өзінің тәрбиесі, алдыңға мына ауасы. Бұлардың жаңа немерелер өлең айтып жатыр ғой. Бұның үлкен апасы да әнші болған. Соңы Жүністер деп, ана жаңа Нәбиғали дейді, Қапас деген ата бар. Олар кісіне төкендей тұр. О кісілердің өлең айтқаны деген профессионал әншілер айтылмайды. Міне, Алла тағала ұрпаққа береді дейді ғой, жұғысып айтып жатыр. Осының бәрі тәуба. Мосан енді Алла тағаланың берген жасын жасай бер. Сәлимаш. Бұл Сәлимашты жаңа 82 жылы Кенжек таныстырдым дейді. Мені мәшінмен алып келгенбіз. Бартабой 97-93 мәшінмен алып келгенбіз осыны. Көріш сап қоздан. Оның бәрі жас бәрімізде аспаннан салбырап түскен жоқпыз. Міне осы Мосаның жолын өздеріңізге берсін. Міне кім көршілмеген қалайсын деді ғой сіздерге қарап. Рахмет, осы сыйласып тұрғанда. Адамға байланысты, бәрі адамға, өзіңе байланысты ғой. Қай жерде жүрсек аман болайық. Мосан, Сәлимаш және қалған немере, шөбере сый. Көрмеген қызықты өздерің көріңдер енді. Алла соған жазсын. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық беріп, елімізді даудан, жерімізді жаудан сақтасын. Рахмет.
Eселік фото суретке түсейік, келіңіздер, керемет міне. Арай қыздарыңыз, арай немерелеріңіз бір тамаша гитараның саз дүнімен сіздерге композиция орындайтын болады. Айтып жатыр жаңа, бұл әулетте апалары керемет өнерпаз болған деп мінеке. Олай болса, ана сүтімен дарыған керемет өнер, отбасы, өнерлі отбасы алдарыңызда атасы мен апасының құрметіне композиция жолдайтын боламыз. Тасыраңа жағасыңыздар, тамашалаңыздар. Осы өлең қандай деп аталады, ол ағылшынға орысша аударғанда ал қазақшаға аударғанда жалғыз деп аударылады. Сол үшін сізге сізмен жалғыз деген аталмаушы сізге осы өлеңді ойнаған келеді.
бұйырса 5-6 жылдан кейін Астана қаласындағы опера және балет театрында тамаша әнші жұлдыздарымыздың, оның ішінде Арай немерелеріңіздің керемет бір композициялық кешінде күтеміз сіздерді. Әумеді қойыңыздар. Құрметті ағайын, міне көріп атсыздар, өнерпаз жастар көп. Құрметті ағайын, Балжан атамыз айтқандай, мен жастарға сенемін, жастарға сеніңіздер. Құрметті ағайын, микрофон сәл қоссаңыз. Мен мына қоғамдық көлікте көп жүремін. Үлкендер сіздерге айтар үлкен бір қорғаншы ретінде бір назым бар еді. Мына қазір жастар жоқ емес, жастар бар. Құрметті ағайын, дипломын құшақтап ауылды көркейтіп атқан қаншама жастар бар. 30-да орда бұзып бизнес ашып, ауыл шаруашылығы болсын, кез келген мамандықтарда әкім болып жүрген, басшы болып жай ғана бір үлкен істерде жүрген жастар бар. Ол жастар бәріңіздің балаларыңыз, немерелеріңіз. Қоғамдық көлікте жүремін. Сол көлікте жүрген кезде кейде бір орын болмай қалса, көпке топырақ шашпаймын. Сонда орын болмай қалса, жастарды кейбір үлкендер қарғап жатады. Жүрегіме қатты тиеді, құрметті ағайын. Сонда біреуіңіз болсын қоғамдық көлікте жүргенде араша түсіңіздерші ағайын жастарға. Неге десеңіздер, сіздер ақ десеңіздер ақ боламыз ағайын, қара десеңіздер қара боламыз. Біз сіздердің баталарыңызбен ғана жүреміз. Өмір бақи сол орын болған жоқ, мен тұрып келем ағайын. Бірақ енді сол балаға тиді деп басқаларына топырақ шашуға болмайды, құрметті ағайын. Ол жастар жоқ емес, бар. Бүгін ата-анасының құрметіне той жасап беріп атқан сіздердің ұл-қыздарыңыз, немерелеріңіз жастар, бұлар енді біздің Нұрлан мен Әсел, осында ұл-анасы тойды жасап беріп жатқан осы жастар, бұларға да бір құрмет қошемет көрсетіп қойыңыздар. Мен әкеміз бен анамызды білемін. Бұл кісілер той жасаймыз деген кезде бұл кісілер 100% айтқан шығар. Не қыласың, класстастар, ағайын туысқандар, өзіміз бір шәугім шаймен үйде отыра саламыз деген бұл кісілер. Жоқ, құрметті ағайын, 90 жылы тоқырау кезінде ала дорбаларын арқалап, мен мынаны бітірдім, мына жерде жұмыс істедім деген жоқсыздар. Сол 90 жылмен 2005-ге дейінгі тоқырау заманнан өткізіп, қазір шалқып керемет өмір сүріп жүргеніміз үлкендер сіздердің арқаларыңызда. Сіздер берілмегендеріңіздің арқалары. Соның берекетін, зейнетін көрсетіп жатқан жастар қауымы. Той алғаны жалғасады. Алдарыңызда бір тағы бір керемет би болсын. Асылы Битомның орындауда батыр қыздар атты бір керемет тамаша биіміз болсын. Әңгіменен шүкердің жолын жалғастырып жүрген батыр қыздарымыздың керемет биі болсын. Келіп отыр. Нұрлан, Әсел, ортаға келіңіздер.
Құрметті ағайын, тағы бір тамаша туындысы бар. Осынау өмірге әкелген ақ сүт беріп, 9 ай 9-ын көтеріп, дүниеге келіп, осынау тұмсықтыға қақтырбай өсірген әкесі мен анасына арналған рахмет әке, рахмет ана, алғыс деген бір тамаша ән бар. Құрметті ағайын, бір сұрақ болсын. 1 наурыз күні қандай күн? Алғыс айту күні, дұрыс айтасыздар. Құрметті ағайын, 1 наурыз күні біз қазақ қателестік. Құдамызға алғыс айттық, ағайын туысқан әке шешемізге алғыс айттық. Жоқ, құрметті ағайын. 1 наурыз шығу тарихын оқыңыздаршы. Бір-бірімізге қазақ бір-біріне алғыс айтатын күн емес. Ол күні кезіндегі 40-шы жылдары одан бұрын қазақтың жеріне көшіп келген өзге ұлттың өкілдері бар емес пе? 130 ұлт дейміз ғой. 130 ұлт қазақ аман алып қалған үшін әрбір қазақ тік тұрғыз қойып алғыс айтатын күн ағайын. Мен сол 1 наурыз күні 3-4 халықтан ғана алғыс көрдім, риза болдым. Олардың ең үлкені, ең риза болған Берлинде немістер біздерге қалай алғыс айтты білесіздер ме ағайын? Домбырасын құшақтап алып, жерге жаттыр, құрметті қазақ елі, біз сіздерге алғыс айтамыз деді. Құдай-ай, қалай риза болмайсың? Екіншісі, кавказдықтар, мынау шешен халқы жылап тұрып, дағыстандықтар жылап тұрып, мінберде сөйлеп тұрып, қазақтарға, аталарымызға рахмет айтамыз деп. Үшіншісі, діні, тілі бөлек болса да, кәріс халқы өзінше алғыс айтып жатыр, құрметті ағайын. Көрдіңіздер ме? Қалғанмен дос болу үшін балтамыз жанында болу ол хақ ағайын. Олай болса енді біз ол күн алғыс айтпасақ та 365 күннің 364 күн алғыс айтамыз. Дәл бүгін әкемізге, анамызға рахмет әке, рахмет ана әні. Қабыл алыңыздар. Asıl
келіңіздер, дәл осы қалпыларыңызда ортамызға әкеміз бен анамыздың жанына немерелерін шақырып келіп отыр. Арай, Әсия, Әлинұр, келіп алыңыздар. Той иелері. Бәрекелді. Ал енді құрметті ағайын, олай болса бала тілі бал дейді. Ішінде немерелеріңіздің тілегін тыңдап көрейік. Айта ғой. Аты туған күнімен. Ой, бәрекелді. Рахмет. Ой, бәрекелді. Жалғастыра қойыңыздар. Арай, айтыңыз. Ата, сіз тағы да туған күніңізбен құттықтаймын. Осы сізге шын айтсам, осы бізге, маған, бар сен жақсылықтарыңыз үшін, еңбегіңіз үшін үлкен алғыс білдіремін. Осы сізге тек қана денсаулық пен бақыт тілеймін, ең бастысы. Сосын сізге өмірде қандай жақсылықтар бар, соның барын сізге тілеймін. Сіз өз немерелеріңізді, балаларыңызды, қызықтарын көріп, осы бақытты болып, апа екеулеріңіз бірге қартайып, бірге жүзге жасаңыздар. Рахмет. Ал папа, туған күніңізбен сізге ең бастысы зор денсаулық тілеймін. Әрқашан ортамызда осылай жадырап, мама екеулеріңіз жүре беріңіздер. Барлық келген қонақтарға, туған туысқандарға, папаның достарына, көрші қолаңдарға, барлықтарыңызға алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Папа сіздердің арқаларыңызда осылай бір марқайып қалды. Әрқашанда осылай сіздердің орталарыңызда, біздің ортамызда тек қана қуанышта ғана, ақ дастарханда ғана басымыз қосылсын. Папа осылай әрқашан достарыңыз көп болсын. Сізге көп рахмет. Жаңа айтып өткендей, сіздердің арқаларыңызда осылай біз емін еркін, уайымдамай жұмысымызға барып келіп жүрміз. Сіздер енді баланы кім қарайды, кім садикке апарады, кім мектепке апарады деп уайымдамаймыз. Сіздер әрқашанда бізге көмектесесіздер. Шын айтам, қазір жұмыс істейтін адамдар білет. Бала ауырып қалса да больничный алып, директорларынан сөз естіп жатады. Біз бала ауырып қалса да уайымдамаймыз. Үйде атамыз, апамыз бар, Құдайға шүкір. Жұмысымызды істеп жүре береміз. Осы кісілердің арқасында бәрі. Бұл кісілер енді балалар аш қалды, сабақтарына бармай қалды. Міне гитара ойнап жатыр. Бұл кружокқа апарудың өзіне бір адам керек. Садикке апарудың өзіне бір адам керек. Жан жаққа 3 бала, 3-4 бала болса, мысалы 3-4 адам керек деген сияқты. Біз ешқашанда уайымдамаймыз, себебі біздің қолдаушымыз бар. Әрқашанда қасымыздан табылатын. Үйге келсек тамағымыз дайын, отынымыз жағулы, үйіміз жылы. Бізді қолдап, қолпаштап, осылай биіктетіп отырған осы кісілердің арқасы. Сіздерге көп рахмет. Сіздер болмасаңыздар, бізде жұмыс істей алмас едік. Бізде Нұрлан мен Әсел болмас едік. Бізді мақтап жатыр. Бұл мақтаулар сіздердің арқасында. Туған күніңіз құтты болсын. Анашым екеуіңізге мықты денсаулық. Анашым екеуіңізге мықты денсаулық. Осы арамызда ойнап күліп, біздің қызығымызды көріп жүре беріңіздер. 70 жасты басын бастадық, енді Құдай қалап 80 жас, 90 жас, 100 жас сіздердің алтын тойларыңызды жасайық. Соған Алла жеткізсін. Сіздерге енді көп рахмет, алғысымыз шексіз. Бағым бері Әсел айтып кетті ғой. Бәрі сіздердің арқаларыңыз, сіздерге басымызды иеміз. Бар жақсылық тілеймін әкешім, анашым сіздерге. Енді құрметті қонақтар, бүгін менің әкешімді сыйлап, осы біздің отбасымызды сыйлап, барлықтарыңыз алтын уақыттарыңызды бөліп, осы мерейтойды бірге қарсы алып, бірге бөлісіп келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Сіздер болмасаңыздар, осы тойдың сәні де, мәні де болмас еді. Ең бірінші, сіздер келіп, тойдың көңілін көтеріп, біз әр қайсыларыңызға қарап, той қалай өтіп жатыр екен деп
енді былай түрлеріңізге қарасам вроде нормальный сияқты. Сіздерге көп рахмет. Содан кейін менің 5 бажам бар. Сол бажаларымның ішінде 3 бажам мені құрметтеп, сыйлап, әке-шешемді құрметтеп, сонау Талдықорғаннан мені жалғызсыратпай, жоқтатпай, маған поддержка беріп келіп отыр. Осы енді бажалардың бәрі бір жақта да, Талдықорған, мен жалғыз өзім осы жақтан. Бірақ енді алыс жол ештеңеге қарамайды. Той қуанышта бірге барып келіп тұрамыз. Енді сіздерге көп рахмет алыс жолдан келгендеріңізге. Енді барлықтарыңызға рахмет, класстастар, достар. Сіздер қандай керемет жаңағы өздеріңіз креативтарыңызды көрсеттіңіздер. Молодцы, рахмет. Апайларым, ағаларым, сіздерге де мың алғыс. Көршілеріміз бар. Ағаларым, апайларым, барлықтарыңызға мың алғыс, көп рахмет сіздерге. Сіздердің әр отбасыларыңызда, жанұяларыңызда осындай мереке, той бітпесін. Енді осы атаның туған күніне арнап, өзім жазған көркем сөздерді қабыл алдыңыздар. Бала күннен есімде бір адам бар асылдай. Қамқор қылып, сабыр қылып сөйлейтін, мейірімі тасынбай. Қамқорлығы қорғаным, жомарттығы байлығым. Сіз бар кезде жанымда жоғалмайды ай күнім. Қолыңызда бар секілді бір тылсым, бір асыл күш. Келеді-ау бар өзінен сынған затта ауыр жүк. Алтын қолды атам менің еңбек сіңген әр қадам. Сіз бар, сіз деген дүниелерге таңданамын, мақтанам. Сабыр адам болуды өзін маған көрсеттің. Жұмсақ сөйлеп, қаттыны да жеңіл қылып үйреттің. Жомарттықтың не екенін өзін маған көрсеттің. Әр ісімді орындап, сенімімді ақтаған. Бүгінгі осы үлкен мерейтойды жасап жатқан мен қызымызға үлкен алғысымыз шексіз. Рахметімізді айтамыз мен қызымызға. Сендерге тек қана сендерге тек қана жақсылық, еңбектерің жемісті болсын. Бәрі жақсылық деймін. Ет деген армандарыңыз орындалсын. Осы қыздарды оқытып, қыздардыияға, ұлдардыияға қондырып, бәрі жақсылықты деймін сендерге. Рахмет болсын. Әкелерінің 70 жас мерейтойын жасап беріп отырғандарына. Алда бір-екі Toyota Camry машинасын подарить етті бізіне. Бәрі жақсылық істеп жатыр. Алғысымыз шексіз. Озанға келсек еді, Озанның 70 жас мерейтойы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын. Бәрі жақсылықты тілеймін әлемде. Өзімен ниеттесем бәрі жақсылықты тілеймін. Денсаулық зор байлық, отбасымызға бәріне денсаулық деймін. Мен бәрі байлығым отбасым.
денсаулық, зор байлық. Тек қана жақсылық тілеймін. Осы келіп отырған қауымдарға бәріңізге алтын уақыттарыңызды бөліп осының 70 жас мерейтойына келіп отырғандарыңызға көп рахмет айтамын. Құдағилар алыс жолдан міне Талдықорғанға Үштөбеден келіп отыр. Нұрданның бажалары келіп отыр, апайлары келіп отыр әсет. Бәріне рахмет, үлкен алғысым шексіз. Көршілерге, дос-жарандарға, өзімнің қарындағыма, қайын-сіңлілеріме, бәріне рахмет айтамын. Алғысым шексіз. Алтын уақыттарыңызды беріп, класстастарыңызға да үлкен рахмет етемін. Той қаласын артын. Сіздерге болсын той. Той қаласын. Бәріңізге рахмет айтамын. Рахметті қарғанда жалғасын бір ауыз заңында жаным деші, сен маған. Сенің арқаң болсам, сен қасымда болсам, балалардың немелерін, қызықтарын бірге көрсем. Қалай алдаймын, бір сенейін өмір, саған арнаймын. Шыдай алмаймын, сен сыйлаған бақытты санай алмаймын. Атам тілегін тыңдайшы, атам тілегін тыңдай. Айта аламыздар. Тойға жиналған қауым,
алтын уақыттарыңызды бөліп мені сыйлап келгендеріңізге көп рахмет. Енді мұны бәрін айтып тастады. Мен тойға келген мына жақта отырған қарындастарым, күйеу балаларым, бауырларым, келіндерім кеп отыр. Сендерге көп рахмет. Одан кейін көршілер кеп отыр. Көршілерге де мың рахмет. Одан қайынбикелерім, бажаларым отыр. Оларға да көп рахмет. Жеңгелерім кеп отыр, оған да рахмет. Одан кейін бер жағында Талдықорғанның Үштөбе деген жерінен құдағиларым кеп отыр. Сендерге де көп рахмет. Айтып кететін Жұман мен Майра жолдастардың ішінен екеуі ғана келді, басқалары келген жоқ. Бір себептер болған шығар. Екеуіңе де көп рахмет. Одан кейін ақырғы үстелде өзім согласен бірге оқыған жолдастарым отыр. Сендерге де алтын уақыттарың бөліп келгендерге көп рахмет айтамын. Алла разы болсын. Алаша тойда ғана жиналайық. Одан кейін мына мейрамхананың жүгіріп жүрген мына официант балаларына, содан кейін мына музыканттарға, тамадаға, фотографқа, администрацияның бәрлеріне көп рахмет. Бізде осылай той жасап бөлісіп жатқандарыңызға рахмет. Рахмет аға, сізге де рахмет. Айып етпеңіз, жаңа басында қалжыңдап жүріп, давлениеңіз көтеріліп кетті ғой, кешірім сұраймыз. Әзіл ғой бәрекелді. Құрметті ағайын, қайтып кетпеңіздер, қазір ортада ойнаңыздар, күліңіздер, билеңіздер. Сөздің басын ағаммен бастағам. Сөздің жай ғана көп нүктесін әлі жалғасы бар деген сөз ағамның сөзімен жалғастырғым келеді. Аға, танцует!